Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде апаның бір күндік емі. Бірінші очередте апаның аяғынан бастаймыз. Біз бастан емес, аяқтан бастаймыз. Міне, уже емделмегеніне қанша уақыт болған. Аяқтарының асты полный мұздайды дейді. Қараңыздар, полный. Екі жағда. Ешқандай жоқ. Қатып тұрып жатыр апа. Қатып қанғы аяғыңыз? Емді қашан ағансыз бұрын? Осы апамның міне бір күндік емін сіздерге салам қазір. Енді қараңыздар, мына аяқты. Мына майда міне варикоздарды көріп жатсыздар ғой. Майда варикоздар. Апам деген баяғының апалары. Бір ауыр тірліктер істеп. Бұрын не тірлік істегенсіз апа? 10 жыл садикте істедім, помповый болды. Ауыр көтерме дейді, азырда помойларды ауыр көтеріп кете берем да. Болмайды ғой, негізі апа. Жасыңыз қаншадасыз да? 61-ден. 61-десіз ба? Мен 60-та пенсияға шыға алмайдым. Көп балалы болып пенсияға шыға алмайсыз да енді? Көп емес та, аз туған. Соны айтам да, көп балалы болып шыға алмайсыз да енді? Сол кезде Саяз-Автың не қылмағанбыз ғой. Тур осынай жерлері сіңген. Тур осынай жерлер. Апаның бір күндік емі. Апа, артқа қараңызда, сіңген жерлеріңізді. Жоқ, етпетіңізбен жата беріңіз апа. Міне. Мына қараңыздар. Бүйтіп сіздерің. Айна. Вообще, мұздап жатыр апа аяғыңыз, е? Аяқта вообще циркуляция жоқ. Полный, міне. Мен сіздерге айтайын дегенім, тізенің арқасы. Мұны не бар ғой, мұны? Қақпағы, тізенің қақпағының тура арты, қараңыздар, кәдімгідей ісінген. Даже дейді, унитазға мен отыра алмай қалдым дейді. Сырттың туалетін айтпай ақ қояйын деп. Қараңыздар. Қараңыздар. Мынаған қарағанда, енді мынаға шеп. Вообще сыптың. Аяқты бүге алмайтын қараңыз. Міне. Төсекке тұрып, төсекке асылып, қарасаңшы, мен уже бүйтіп алып барсам уже. Ешқандай да соңына бүйтіп жетіп келіп жатқан жері жоқ. Қараңыздар. Сосын апа айтады, мен неге кіші дәретке көп шығам дейді. Кіші дәретке көп шығам дейді. Ол не деген? Ол қазір мен сіздерге полный апаның бір күндік емін саламын. Қалай болды, жеңілдігі қалай, соның барлығымен бөлісеміз. Менімен бірге болыңыздар. Сосын бірінші болып Бақшагүл апамның аяғына ванна қылып жатырмыз. Аяқ мұздағанда не істейміз? Ванна жасаймыз. Бұл қазір мен емдік тұз салдым. Салып, суға аяқты ванна қылып жатырмыз. Бұл ванна қылғанымызда не болады? Бірінші қан тамырлардың арасы ашылады. Үйған аяқтар жайменен қалпына келеді. Қазір бірінші аяқтың ұшынан массаж жасаймыз. Сосын көресіздер не болатын. Өте бір керемет болады. Апа, ыстық па? жоқ болады енді. Бола ма? Енді көніп батыр ма аяғыңыз? Өкше жағын батырмын. Міне дәл осылай апаның аяғын алдық судан. Қараңыздар, әдемі болып, астыларын бәрі қызарып, әдемі болып, жұмсарып, керемет болды. Енді апа массажымызды бастаймыз. Біздерге массажымызға емдікке қазір керек болады. Ацетиловая кислота, аспирин. Сосын біздерге ұнтақталмаған бұрыш, қара бұрыш, ұнтақталмаған кәдімгі. Қазір көресіздер не жасайтынымды. Өте керемет емін. Апаларымызға, аталарымызға аяғы мұздайтын керемет болады.
Сосын біздерге керек болады Исмаил бал деп қойыпты. Бұл балды мен өзім істетіп көргенмін. Бір лечебный ғой бұл же. Лечебный бал, қарақұмық балы дейді. Жылтырап жатыр. Ашып алайын. Жылтырауын қарасаңыздар шыбын. Күшті болады. Дәл осыдан қазір емдік жасаймыз. Балдың тазасы да осы. Емдікке болған екен жақсын алған дұрыс қой. Сосын біздерге керек болады. Менің ең жақсы көрген жақпамайым вазелин. Біздерде уже бастаймыз. Қолдағы әшекейлерімізді шешіп тастаймыз. Жаңағы айтқанымдай, бұл вазелин. Вазелин майы. Бисмилля. Негізі осы табанда өте бір күрделі нүктелер бар ғой негізі. Полный организм. Өт, асқазан, көз. Мысалға, мынау екі көз. Тур осы саусақ екі көз. Осы көзіңіз іріңдесе, басақса, осы екі мына. Тур осы екі саусақты уқалай жүрсеңіз, кәдімгі көздегі іріңдер жойылады. Мынау бас, бас, мойын солар ғой. Ортасында, именно орталарында өт, бауыр, асқазан, ішек, сондайлар ғой. Даже іш жүрмеген кезде де осы тура осы ортаны бүйтіп уқаласаңыздар, ортаны уқалап бүйтіп табанды ары қарай не қылсаңыздар, 10 минут істесеңіздер, содан ары қарай іш жүріп кетеді. Просто ондай құнт қылмаймыз да. Мысалға, мұрын, құлақ, солар ғой мыналар. Енді жіпсіп, қызып келатыр. Жаңағы уже вазелин сіңіп, қараңыздар, вазелин жағылған аяқ, вазелин сіңген аяқ. Табан деген. Бұл аяқты да тура солай қалаймыз. Табанымызда. Қараңыздар, тура солай екі көзді. Жас өткеннен кейін адам көз жанарынан тезіне қылады ғой. Көзді алыс көре алмайым да. Тура осылай. Құлақтар деп айттық жаңа, Ана. Құлақ, мұрын. Так, енді қараңыздар. Не істейміз? Міне, екеуі де болды. Енді болған біз жаңағы тура осылай ұнтақталмаған бұрыш керек деді. Міне, дәл осылай қойып аламыз. Міне. Бір. Әр жабыстырған кезімізде тура осылай. Қараңыздар. Қазір мен пластырды алып келедім.
Бұл май болғаннан кейін жабыспайды қалып жатыр. Точкаларға дәл осылай жабыстырып шығамыз. Қазір көресіздер бұны. Бұл тура осы аяқпен бір күн, бір сутка жүру керек. Бұл ұнтақталмаған бұрыш не істейді? Бірінші орында массаж есебінде жүрген кезде де аяққа батып әдемі не береді. Сосын аяғы мұздайды деп жатыр ғой. Тура сол аяқ мұздағандарға өте керемет, пайдасы өте керемет. Тура осылай қойып шығамыз. Қазір бұны пищевой пакетпен ораймыз. Негізі жаңа мен вазелинмен не қылдым ғой. Егер не қылса, тура аяқты сразу ванна қылып болғаннан кейін, аяқты ванна істеп болғаннан кейін, сразу осы нені жай вазелин қоя берсеңіздер болады. Мұны қараңыздар, е? Просто апаның аяғы қатты жарылып, асына қан жақсы жүрмейді деген соң, мен вазелинмен қалап бердім. Көрдіңіздер ме қалаймын? Аяқтың дәл осылай нелеріне қоясыздар. Именно керекті точкаларға бас, көз, құлақ, мұрын, міне. Асқазан, өт, бауыр, міне. Көрбәстер ғой, міне. Жүрек жақ, женский несі, мужской не, осындай табандардың астына болады. Тура сол точкаларына жабыстырдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мен пока 10 точкаға жабыстырдым. Негізі мына жақтарғадан теріп, көп қылып алып келсеңіздер болады. Мысалға қараңыздар да. Міне. Міне. Мына аяқ па міне? Осы ішкі құрылыс қой, ішкі құрылыстың несі. Міне үстіп, міне. Көп қылып қойсаңыздар да болады. Мен қазір бұны полный пищевой пакетпен ораймын. Ол түсіп қалмайды ешқандай. Ол дәл осылай тұрады. Көрдіңіздер ғой. Мен қазір бұны орайым, барлығын орап тастаймын. Міне. Дәл осыны қараңыздар, е? Міне. Көбірек қоям десеңіздер де, міне өздеріңіз білесіздер. Міне. Өте бір ертең шешкен кезінде де бір мен сіздерге салам Құдай қаласа. Міне деп. Міне, қараңыздар. Мысалға міне, жаңағы айтқандай бас, мойын, көз, құлақ, мұрын. Міне, табан жағымызға да қазір қоямыз оңда. Мысалға, әйелдерді климакс дейді ғой, соған да өте керемет көмектеседі. Міне. Байланып болған екен, бұл осылай жабыспай қалып жатыр менің пластырым. Құрақ болғанда кәдімгі жабысып кететін еді. Міне, екі аяққа екі не істедік. Қазір енді бұны әдемдеп тұрып, дәл осылай бір сутка тұрады. Міне, мынау нелердің арасында қойып тастадым, қараңыздар. Міне. Полный осылай қойып тастайсыздар. Мысалға міне мынаған осылай қойдым, көбірек қылып қойсаңыздар да болады. Міне дәл осылай міне. Пищевой пакетпен не қылдық, мынау да тұр, мыналар да тұр, әдем болды. Орын да тұр. Носкиін кигізіп қоямыз. Бір сутка апаға айтып жатырмын, шешпеңіз деп. Бұл бірінші өшіртте
жаңағы айтқандай қанды өте керемет жүргізеді. Аяқты мұздаудан сақтайды. Егер аяғымыз мұздап кетсе де, қызып кетсе де, осы керемет тәсіл. Сосын иммунитетті көтереді. Жаңағы айтқанымдай табанда ең керемет нүктелердің бәрі, массаж нүктелердің бәрі осы неде. Мен қазір ең керекті деген нүктелерге қойып шықтым. Ал сіздерге ем болсын. Енді біз мына тізенің арт жағына келдік. Мына осы аяғым үйіп қала береді деген жағына келдік. Оғанда тура солай, міне. Тура осы аяғым қатты ауырайды. Мына ісікті көріп ма? Қандай, мына қараңыздар. Ісік. Қараңыздар. Дәл осылай, міне. Тура осылай келеді. Екі саусақты алып келеміз. Бас саусақты бұны. Бұл уже тромб болып қалады ғой, қандар, соны кәдімгі жібітады. Даже істеп жатқан массажым варикозға да жақсы. Тура осылай алып барамыз, солайны жайып шығарамыз. Алып барамыз, жайып шығарамыз. Екінші аяқ. Қараңыздаршы мұны. Мына аяққа қарағанда, мына аяқтың ісігі мына күрделі болып тұр. Бұл неден кеп шығады? Бұл мынаның бәрі тромб қой. Бес сияқты болып тұр. Енді жаңағы бізге миотымыз тура айтқандай, жаңағы айтқандай осы жерге жақындатып алып келіп бұны жақпаймыз, ешқандай не қылмаймыз. Тура осылай қылып қойып қоямыз. Қараңыздар. Міне, қараңыздар. Міне. Міне жаңағы неміз аспиринімізді, міне қараңыз. Қазір міне екі жағы ұнтақталды. Соны шашып шығамыз. Міне. Әр біреуін біреуден қылып. Бұл не істейді? Бұл кәдімгі жіп істейді. Одан кейін мына варикоздар бар ғой, варикоздар. Варикоздардың ауырсынуын қалдырады. Міне, қараңыздар. Енді тура осыны пищевой пакетпен ораймыз да, пищевой пакетпен орап,
жақсылап анау қалың нелері гамаждар болады ғой, соларын кигізіп 1 сутка тұрады, болды. Қараңыздар. Не, тура осылай. Бұл уже аспирин кәдімгі ерейді болады. Кәдімгі аяқтардың несіне сіңіп, өзі жіпсейді, терінге сіңеді өзі. Қараңыздаршы. Керемет болады. Бұл да 1 сутка тұру керек. Сосын кейбіреулерге мен айтып өтейін, жас үлкендерге осы бал жаққан ұнамайды ғой, давлениені көтеріп, соның есебіне де біз аспирин қойдық. Аспирин ұйып қалған нелердің барлығын жіпсітеді. Ал енді матка көтереміз. Бұл апамды жаңағы айтқанымдай жасы 61 жаста. Кіші дәретке тез шығам, бірақ азғантай дейді. Сосын мына бел жақ дейді, қатты ауырсынады дейді. Бел жақ қатты ауырсынады дейді. Енді соған қарап, кәдімгі мынаны полный қай жерде тұр? Мысалға, бізде қазір матка тура осы жерде тұр. Тура осы жерде тұр. Білініп жатыр ма апа сізге? Қолмен ұстап тұрмын. Қолмен ұстап тұрмын. Енді қараңыздар. Жинап келеміз бері қарай. Мынанда жаймен үйтіп қатты бүйтіп сілкемейміз. Жаймен жинап келеміз. Жинап, тура осылай жинап. Қараңыздар. Жиналып жатыр өздігімен кәдімгідей. Мұны уже неше жылдан бері не қылған? Кәдімгі орнына уже жабысып қалған. Қараңыз. Бірге көтеріліп келе жатыр мынау. Тура осылай не қылып, белден орамал кәдімгідей өткіземіз да, орамал өткізіп, кәдімгі осы нені байлап тастау керек. Байлап тастап, орнынан жылжу керек та. Уже мына жер жұмсақ болып қалды. Апа, байқадыңыз ба? Жұмсақ. Жаңағы ауырып жатыр еді ғой, енді мына жер жұмсақ болып тұр. Матка көтеру деген осындай. Мысалға көпшілік айтады, босанғаннан кейін түседі деп айтады ғой. Апамыздікі 61 жас, уже қашандан бері төмен болып қалған. Төмен түсіп жүрген, бел ауырған, осындай болады ғой, жас өткеннен кейін деп жүрген, бірақ ондай емес. Қараңыздар, уже міне жайына келіп жатыр. Апа, шамалы ауыр басылды ма? Астынан кәдімгі орамал өткізіп, осыны байлап тастаймыз қазір. Жаңа матканы сразу көтеріп қойып жібердік, бос қойып жібердік, уже бемірау көтеріп келе жатырмыз. Бер жақтан да, ар жақтан да. Енді орамалды әкелеміз. Апам өзінің басындағы орамалын шешіп берді ғой. Байла деп. Енді уже кіші дәретке шығу жайлап азаяды. Сестейді, сондай нәрселерден не қылады, азаяды. Аяқ ауру, бел ауру да басылады. Болды апа, қой жібереміз. Қараңыздар қандай, Сосын апамызға беліне хиджама жасадық. Беліне белім қатты, бір точка ауырсынады деді. Менде грижа жоқ, бірақ белім қатты ауырсынады деп. Бұл белге қойғанымыз ненің несі? Мысалға, белде бүйректің ауруын, проторзия, астрохондроз соларға. Мына екі желкеге кәдімгідей қан басымына енді қойдым бұны, хиджаманы екі желкесіне қойдым.